Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Excel бағдарламасында жұмыс істеуді үйренеміз. Соның ішінде таблица жасауды және сол таблицаға қарай отырып диаграмма жасаймыз. Ал бастайық. Ең бірінші бізге нумерация қажет. Одан кейін аты, бұл ойдан құрастырылған таблица болып отыр. Сіздер кез келген енді осыған қарай отырып таблица жасай бере аласыздар. Енді нумерация деген жерге атын жазып алайық бірінші. Мысалға кез келген ат. Енді сіздердің таблицаларыңыз данныйына байланысты жазасыздар. Мен ойша құрастырған аттармен жұмыс жасап отырмын. Мысалы, осы 4 оқушының атымен жұмыс жасаймыз. Енді бізге нумерация қою қажет. Ол үшін 1, 2 деп әрқайсысына қойып отырмайсыздар. Яғни бұл, егер сіздерде менде 5 адам болғандықтан, 4 оқушы болғандықтан, ал сіздерде 20, 30, 40 болуы мүмкін. Ол үшін нумерация қоюдың ең оңай жолы, яғни лайфхак көрсетемін. Білсеңіздер керемет, ал білмесеңіздер үйреніп алыңыздар. 1 дегеннің үстіне алып келеміз мышканы. Алып келгеннен кейін осында қара точка пайда болады. Қара точканың үстіне апарған кезде мышканы плюс пайда болады. Плюсті баса отырып, мышканы көмегімен жібермейсіздер мышканы. Төмен қарай сіздерге қанша қажет, соның барлығына дейін алып келесіздер. Мысалға бізге осынша қажет, жібереміз. Жібергеннен кейін барлық 1 болды. Енді осындай шетінде осындай 4 бұрыш тұрады, соның үстін басамыз, басқаннан кейін заполнить десеңіздер, міне біздің нумерациямыз тез әрі оңай қойылды. Яғни әрқайсысына жазып отырмайсыздар, осылай заполнить десеңіздер, осы керемет әдіс. Бізге бірақ 4 оқушы ғана қажет, сол себепті керек емес цифрларды удалить саламыз. Және де пайызы, мысалы 75%-ға дұрыс жауап берді делік оқушы, сұрақтың 55%-на, 23%-на және де 65%-на жауап берді делік. Енді бізге таблицаның шет-шеттерін жабуымыз қажет. Ол үшін выделить етіп аламыз керекті жерді. Одан кейін осы жерге келеміз. Келгеннен кейін все границы дегенді таңдайсыздар. Міне біздің таблицамыз дайын болды. Егер төбесіне тақырып қою қажет болса, мысалы тақырып жазатын жер жоқ. Ол үшін 1 дегеннің үстіне басып, вставить десеңіздер, міне төбесіне орын пайда болады. Яғни тағы да вставить деп, осы жерге тақырыпты жаза бересіздер. Пайыз мөлшерлемені. Пайыз мөлшері деп қоя салсақ болады. Міне біздің тақырыбымыз дайын болды. Енді осыған сәйкес біз диаграмма жасаймыз. Диаграмма қалай жасаймыз? Выделить етіп аламыз барлық таблицамыздың барлық жерін. Немесе нумерация жағы қажет болмаса, аты мен пайызын выделить етіп аламыз. Керек жерді ғана выделить етіп аламыз да, вставка дегенге келеміз. Келгеннен кейін гистограмма деген таңдаймыз. Енді ол сіздердің қандай диаграмма жасағандарыңызға байланысты, график ретінде, круглый, осындай ретінде неше түрлі түрлері бар. Енді мен бұның ішінде гистограмма деген таңдаймын. Яғни осы түрін ұнайды, осы түрін таңдаймыз. Міне баса салсаңыздар, міне шықты. Диана, Жұлдыз, Дана, Диас, пайыз мөлшерлері. Міне көктегі, яғни пайызын көрсетеді. Бірақ қарап отырсаңыздар, пайызы бізде жоқ. Оны қалай жасаймыз? Бұлай алып келсеңіздер мышканы 75 дегенді көрсетіп тұр, бірақ бізге қағазға шығарған кезде пайызы өзі көрсетіліп тұру қажет. Оны қалай жасаймыз? Көкпен тұрған жерге бассаңыздар, барлығы выделить етіледі міне. Барлығында дөңгелектер пайда болды. Енді мышканың оң жағын бассаңыздар, добавить подписи данных деген тұрады. Соның үстін басамыз.
Міне бізде әр қайсымызда пайыз мөлшерлемелері көрсетілді. Яғни Диана 75%-ға, Жұлдыз 55%-ға, Диана 23%, Диас 65%-ға жауап берді деген секілді диаграммамыз шықты. Енді бұл диаграмманың кез келген түсін ауыстыра аласыздар. Міне жоғарыға қарай қарасаңыздар, әр түрлі түсте көрсетілген. Осылай ауыстыра берсеңіздер болады. Яғни тақырыпты да пайыз мөлшері деп жазсаңыздар да болады. Міне біз, яғни бір Excel документте таблица жасадық, сол таблицаға сәйкес диаграмманы қойып шықтық. Және қойып қойсаңыздар да болады. Міне осылай біз бір документті бітірдік. Енді сіздерге қызықты әдіс, яғни Excel-дің керемет мүмкіндігі, бір документте сіздер неше түрлі жұмыстар атқара берсеңіздер болады. Төменге қарасаңыздар, лист 1, лист 2, лист 3. Яғни сіздер міне бір документте жұмыс жасадыңыздар. Енді екінші бетінде басқа таблица құрастыра берсеңіздер болады. Немесе тізім жазсаңыздар болады. Басқа документ, басқа мәлімет қойып жұмыс жасай берсеңіздер болады. Ал сіздің лист 1-іңізде жаңаға жасап қойған диаграммаңыз тұра береді. Мысалы, екіншісіне бұл диаграмманы копировать етіп қойсаңыздар да болады осылай. Немесе тура осы мәлімет сіздерге тағы да қосымша копиясы тұру қажет болса, лист 1 дегенді үстінен бассаңыздар, копировать, переместить, скопировать деген тұрады. Сол жерде копировать лист 1, создать копию десеңіздер, міне лист 1 екеу пайда болады. Яғни сіз мынау мәліметті өзгерте бересіз, ал мынауыңыз, яғни кез келген кезде ашып қарай берсеңіз болады. Яғни бұл жөнделмеген версиясы. Яғни мына версиясын сіз любой моментте, кез келген сәтте өзгерте бересіз. Лист 2, лист 3, яғни плюсті баса берсеңіз, міне лист 5, лист 6 деп, лист 8 деп көбейе береді. Бұл, яғни бір документті ашқаннан кейін бірнеше листтер бар. Сол барлық листпен кез келген мәліметті қойып жұмыс жасай бересіз. Excel-дің бұл керемет мүмкіндігі. Бұл лист 1 деп, яғни шатасатын болсаңыз, переименовать етіп, яғни бұл жерде пайыз мөлшері копиясы деп қойсаңыз болады. Яғни бұл версияны өзгерте берсек болады деп. Бұл жерге басқа атау қойсаңыздар, кез келген өзіңізге түсінікті ретінде аттарды қойып шықсаңыздар болады. Бұл бізде, яғни ең оңай тәсілдері таблица жасаудың және де диаграмма жасаудың. Менің каналыма тіркеліп, менің видеоларыма лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымдағы видеолар және де осы видео сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.